Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге мен Арай, және бұл аялдама подкасты, оның екінші эпизоды. Бүгін бізде қонақта Ақтөбе қаласындағы Айсын радиожурналистика балалар радиосының негізін қалаушы Айсын Мүрсінқызы. Қош келдіңіз. Әлде біз қайырлы сіздер бізге қош келдіңіздер. Біз бұл жерді жай таңдамадық. Себебі осы көрермендерге қазір әңгіме барысында осы радионы қалай келдіңіз, тарихы, жалпы сонау мен сізді 2018 жылдан бері білем ғой. Сол кездегі Айсынды қазіргі Айсынмен қарасақ, енді біраз үлкен өзгерістер болып жатыр. Сол жайында қазір әңгіме қозғайтын боламыз. Және Ұлыстың ұлы күні наурыз қарсаңында түсіріп отырмыз. Жаңару мерекесі, жаңа жылымыз барлығы құтты болсын. Тек қана осындай әдемі сәттерде жолығып, жақсы жаңалықтармен жүре берейік. Бәрекелді, қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Аялдама подкастының көрермендері, Ұлыстың ұлы күн наурыз мерекесі құтты болсын, ұлысы оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсақта жол болсын дегім келеді. Рахмет, Арай. Енді қазіргі Айсын Мүрсінқызы, 2018-дегі Айсынды еске алайықшы. Сонау таныстық, иә? Сізбен наурыз айында осылай танысқан сияқты, наурыздың соңғы жағында. Көктемде таныстық. Күн жылы, жаймашуақ, жайбарақат күнде таныстық. Және біздерді сол таныстырған әдеттегідей өзіміздің айтып жүретін тілші мектебінде. Тілші мектебі, Асқар Ақкелдің мектебінде таныстық. Сол кезде сізде, менде бір өзімізге жаңа бағыт ашайық, жаңа қырымыздан сынап көрейік өзімізді деп келдік. Содан бастап жалғастырып айтсаңыз, жалпы өзгеріс қай сәтте басталды? Қай сәтте сіз мен журналистиканы көрейін деген шешім қабылдандыңыз? Өте дұрыс сұрақ. Әрине, осы сұрақтар сен қойған сайын жүрегім толқып отыр. Өйткені 2018-ден бері неке биыл 7 жыл уақыт өтіп кеткен. Бір қарасақ кеше сияқты. Бірақ уақыт енді бізге бағынбайды. Әрине, бұл шығармашылық адам баласы өмірге келгенде негізі бірге келеді. Оның ішінде айтады ғой, 10%-ын Алла тағала бізге дарын берсе, соның 90%-ы негізі еңбекпен келеді деп. Әрекетпен келеді, ниетпен келеді деп. Енді бұрынғы сұхбаттарымда да айтып кеттім ғой, бұған дейін жоғары оқу орнында қызмет еттім, аға оқытушы болып 14 жыл жұмыс жасадым. Бірақ сол соңғы жылдары, 2015-2016 жылдары бір шығармашылыққа қарай жаным бұрылып тұрды. Өйткені бір белгісіз сезімдер болды менің бойымда, әсіресе түнде ұйқыдан оянып кетіп, өзімен өзім көзіме жас келіп, орнымнан тұрып қағазға бірдеңе жазғым келеді, бірақ не жазғым келетінін өзім білмеймін. Содан менде қандай құбылыс болды, не себепті болып жүр, енді адам баласы болғаннан кейін бір жаман нәрсе ойлап кетеміз ғой, бұның арты жақсы болар ма екен деген сияқты. Бір қарасаң, енді қыз баласына, әйелге тән нәрсенің барлығы менде болды. Отбасым бар, Аллаға шүкір, жолдасым бар, басымда үйім бар, қызметім бар, үлкен жоғары оқу орнында аға оқытушымын, балаларым бар. Саған не жетпейді деген сұрақ қойылуы мүмкін. Бірақ бір нәрсе шынымен де жеткізген жоқ. Ол мен үнемі айтатын, мынау қазандағы қайнап жатқан суды қанша қақпақты тұмшалап жапсақ та, бәрібір су сыртқа шығып төгілетіні сөзсіз. Сол менің шығармашылығым түрткілеп жүр екен ғой. Кейін оны мынау драмтеатрға барғанда, қойылым басталар алдында анау жарықтың бәрін өшіріп, бір әдемі әуен басталады ғой, сол кезде ағылып тегіс жылаймын. Сол шығармашылық осылай келді. Енді 2017 жылы бұл да Алланың қалауы деп ойлаймын. Сол жоғары оқу орнында мен жұмыстан қысқарып қалдым. Негізі сондай қысқартулар жол ашады. Содан кейін өзімді іздеп бастадым. Енді мен не жасаймын, қолымнан не келеді деген кезде осы шығармашылық деп біреу құлағыма айтқандай болды. Психологияның келіп жатқан кезең, өзің білесің, Арай. Әртүрлі кітаптар оқыдық, шетелдің де кітаптарын оқыдық, қазақтың да кітабын оқыдық, әрекет жасадық. Тіпті анау қабырғаға қағаздарды жабыстырып қойып, аффирмацияны да айтып жүрдік. Дұға тілеу керек екен, жалпы былай білгенмен, бірақ нақты оның негізгі техникаларын білген жоқпыз. Сол қадамдардың барлығы, қысқасы, ерте тұру, таңда тұрып жүгіру, қарапайым әдеттер былай қарағанда, бірақ соны бізге біреу айтып жеткізбесе, біз оны қабылдамаймыз. Адам жалпы басына түскеннен кейін біледі.
соның барлығы енді бүгінгі күнге жетеледі. Әрине осы 7 жылдың ішінде мен болдым толдым деп отырған жоқпын. Әсіресе менің ең осы бір әдемі шағым 40 жаста басталды. Мен ойлаймын 20 жаста мүмкін дәл қазіргі кезең келсе мен оны былай жасай алмас едім. Оның дәмін тата алмас едім. Мысалы кейде сұрақ қояды, сіз өкінбейсіз ба деп. Жоқ, 40 жаста орысша айтқанда осознанно дейді ғой, саналы түрде осы кәсіпті бастағаныма мен өте ризамын. Себебі қазір жас балаша әрбір ләззатын сезініп жүрмін. Қиындығын да әрине, қуанышын да. Өмір 40-та басталады деген осы. Иә, сондықтан өмір 40-та басталады. Иә, 40-қа келдім, болдым, енді бала шаға үшін өмір сүремін ғой деп отыру дұрыс емес. Жақында ғана мен сториске соны салғанмын. Өмір енді басталады, 40-тамын, балаларға өмірімді арнаймын демеңіз, өмір сіздікі енді басталды деп. Сол айтқандай, 40-та тек өмір басталады. Үлгересіздер. Мынандай сұрақ, жұмыстан қысқарып қалдыңыз, иә? Шығармашылық ол әрине жақсы, бірақ қаржының да бізге керегі көп, иә, зор. Себебі қазір енді өзіміздің қажеттіліктерімізді өтеу үшін отбасыңыз бар, балаларыңыздың, иә, ол үнемі қаржы, ол үнемі өзекті тақырып. Сол кезде ол тығырықтан қалай шықтыңыз? Шығармашылықта басында келгенде де сіз көп ақша жоқ шығармашылықта, оны да ашып айта кету керек, иә, бізде. Дұрыс айтасың, Арай. Қалай шыдадыңыз? Не жігерлендірді соңына дейін жүруге? Кезде бірінші өзімді табуым керек болды менде, бірінші басты сұрақ. Қайткенде мен өзгерем, қайткенде мен өзіме, отбасыма пайдалы боламын деген сұрақтар мазалады. Одан кейін күнделікті дағдыға айналдыра бастадым. Дұға тілеу, әртүрлі техникаларды жасау, өзіме осынша уақытта кітаптың 2 бетін оқимын таңертең. Яғни қазір тайм-менеджмент дейді ғой, өзіме дағды қалыптастыра бастадым. Сол дағдыны жасап жүргенде әрине соның қызығына түсіп жүрдім. Енді жолдасым да бар ғой, енді жолдасым бар. Сол барға қанағат тұтуды негізі шүкіршілік деген нәрсе сол кезде келе бастады. Өйткені Айсын өзінің әр қадамына қуанып бастады. Мен бүгін кеше 6-да тұрып едім, бүгін 5-те тұрдым. Және сол әр қадамды мен жолдасым айтып келем. Жаяу жүрген деген күшті екен ғой. Жүгіріп еді, мен күшті болып қалдым деп. Сонда оны жолдасымен әрине рахмет, ол кісі де үнемі тыңдап, қолдап жүрді. Сонда мына қанағат қарын тойғызар дейді, сол бір шүкіршілік бола бастады сол кезде. Шүкір, енді осыған да шүкір, бармын деген сияқты. Біртіндеп әрекет жасай бастағанда той саласына келдім. Оған да келу бір өзінің жолы болды. Жаңағы көптеген психологтардың техникаларын жасап жүрдік. Әсіресе соның ішінде бір техника болды. Мынау өзіңнен бір енді ауқатты адамды көрген кезде, немесе бір керемет нәрсені көрген кезде ойша қанатыңды жайып құшақтайсың деген. Негізі мен сол техниканы 1 наурыз күні жасап көрдім. Бір апамыз бар еді, кәсіпкер апамыз, сол кісімен осылай ара екеуміз сияқты бетпе-бет сөйлесіп отырдым да, жаңа қанатымды жайып визуализация дейді ғой, соны жасап көрдім. Сол күні кешкісін маған тойдан тапсырыс түсті, ең алғаш неке қию рәсіміне қатысты. Одан кейін ол орыс тілінде болды. Енді мен Байғайынның қазағымын, сондықтан сол орыс тіліндегі некеге мен 1 ай дайындалдым. Кәдімгі арнайы папка қағазға жазып алдым. Ең бірінші сол неке қию рәсімі 23 наурызда болды. Өте жоғары деңгейде өтті. Орыс тіліндегі ең бірінші жасаған неке қию рәсімі. Одан кейін мүлде орыс тілінде жасаған жоқпын. Содан кейін біртіндеп сол қаржы мәселесі өзі жөнін таба берді. Негізі сол ниет екен көп нәрседе. Әрекеттен бір ниет. Бағытталғанда өзі әрекетте келеді, біртіндеп бола береді. Ниет түзеу болса, жол ашық дейсіз ғой. Ниет түзеу болса, негізі адамдарға деген, өзіңе деген ең бірінші ниет түзеу болу керек. Әдемі айта кеттіңіз, негізі көп адамдар автопилоттық режимде өмір сүреді. Жаңа жаяу жүрудің өзі қарапайым нәрсе ғой. Бірақ 5-те 6-та жұмыстан шығып үйге асығады. Үйде тұрмыстың тіршілігі, бітпейтін тұрмыс, қайтадан жатады, таңертең жұмысқа барады. Солай өмір өтіп жатыр да. Өтіп жатыр, иә. Өзгерісті аңғармаймыз, өзгеріс жасауға біз бет бұрмаймыз. Бір үзіліс жасамаймыз, өзімізге мән беріп, дем алып, терең тыныс алып, не болып жатыр, не істеп жүрмін деген сияқты, сондай сұрақтарды қоймаймыз. Бірақ жаңағы орысшадан басталған астарында да бір мән жатқан сияқты, мән жатыр. Жол ашуға жаңа бір белеске қиыннан бастадыңыз да? Қиыннан бастадым. Оған біз 1 ай дайындалдыңыз, оның арқасында орысшаңыз жетті. Күнде кешкісін аяғыма туфлиді киіп алам, тік тұруға берген көйлек дайын емес, үстімде халат, бірақ қолымда папкам бар. Сегодня 23
март регистрация граждан республики Қазақстан деп дайындаламын. Мен жолдасым орысша оқыған ғой, кейбір жаңағы әріптерді қате айтсам ол кісі түзетіп жүрді. Бірақ тойға барғанда мен бірде-бір орысты көрген жоқпын. Ойладым, неге бұл орысша деп, сөйтсем жаңа үйреніп жатқан балалар олар орыс тілді екен. Қуанып кеткенмін ғой, импровизация деген нәрсені сонда білдім. Соңында тойларыңыз құтты болсын деп айқайлап жүрген ғой қазақтарды көргенде. Ол импровизация деп аталады екен. Кейін жаңағы маған той ұсынушы айтады ғой, керемет Айсын, импровизациямен әдемі айтып жібердің деп. Ол мені шабыттандырды. Сол күннен бастап мен Инстаграмды қайтадан қолға алдым. Оған дейін жұмыстан қысқарып қалған кезде Инстаграмды мүлде жауып тастадым. Ол маған не үшін керек деген сияқты жаңағы өзімнің қазіргі тілде самооценка дейді ғой, сол төмендеп қалған болу керек шамасы. Сол тойдан кейін мен бірден осы парақшамды жүргізіп кеттім. Өйткені бір шабыт бойымда сенімділік оянды, өзіме деген жаңа рух пайда болды. Сондықтан жасап көрмеген нәрсені негіз жасау керек. Иә, бәрін көру керек деген сол, иә. Айналаңыз қалай қабылдады? Әрине, айналам басында қабылдаған жоқ, әлі де қабылдамайтын шығар. Бірақ мен бұрынғы Айсын болсам, жұрт не дейді деген пікірге көп тәуелдедім. Қазір мен жұрттың пікіріне тәуелді емеспін. Өйткені қазір менің бойымда еркіндік бар. Мен осы тұста жолдасыма үлкен алғыс айтамын. Қазір көзімнен жас шығып кетуі мүмкін. Көп мысалы ер азаматтар әйелдеріне, келіншектеріне жаңағы алтын сыйлап, бриллиант сыйлап сөйтіп жатады ғой. Ал мен ойлаймын, менің азаматымның ең үлкен сыйлығы бұл маған еркіндікті сыйлау. Ол еркіндікті кез келген ер азамат сыйлай алмайды әйеліне. Мен қазір осы жерде отырып Астанаға кеттім десем, менің жолдасым жібереді. Я болмаса мен Алматыға кеттім десем, ол неге деп сұрақ қоймайды. Өйткені ол біледі, мен еркін болғанда ғана мен өзімнің қалауымды орындай алатыныма. Сондықтан ол кісі маған үлкен еркіндік сыйлады осы жылдардың ішінде. Керемет. Материалдық емес, рухани. Ең бірінші рухани сыйлық керек. Рухани сыйлық келіп, адамда үйлесімділік пайда болған кезде, ол материалдық дүние өзімен өзі орын алады. Ал егер материалдық дүние бірінші орында болған кезде, бәрібір ерлі-зайыпты адамдардың арасында үйлесімділік болмайды. Жеке кәсіпкер деп айта аламыз ғой сізді, иә? Айтып көрейік. Жоқ, радио ол бір бөлек, сіз қазір оқушыларға білім бересіз, иә? Ораторлық шеберлік курсын үйретесіз. Осы жолда кәсіпкер әйел болу және үй шаруасына да үлгеру керек қой, иә? Балаларыңызға назар керек, мейірім керек. Атам бар. Иә, үлкен атаңыз бар қолыңызда. Сол жағы қалай? Себебі тұрмыста оңай емес, иә? Үйде тұрмыстың шаруасы күтіп тұрады. Қазір тіпті екі есе болып кетті. Жап жаңа осы саған келердің алдында мен үлгермеуімнің де тағы бір себебі сол үйдің еденін жуып, кілемін жайып шықтым. Иә. Жаңағы айналаның пікірі дегенде ең бірінші осы тұста айта кету керек, біз келінбіз. Келін болғаннан кейін ол міндетті түрде жан-жағыңнан сыни пікірлер түседі. Бұл не істеп жүр, бұл қайда барып жүр деп. Және көп ер азаматтардың түсінігінде мен мына келіншектер сұрақ қояды ғой маған, сізді қалай жібереді жолдасыңыз деген сияқты. Көбінде көп ер азаматтың пікірінде, санасында мынандай сұрақ бар. Егер әйел еркіндікке жіберсе, ол болды. Бұзылып кетеді деген сөз бар екен. Енді осы 7 жылдың ішінде қайдан білейін, жолдасым өзі көріп келе жатыр ғой бәрінде. Ең бірінші осы кәсіпкерлікке болсын, қандай да бір жетістікке жеткен болсам, ол менің үйдегі үлкен кісім, атамның батасы деп мен ойлаймын. Бұл подкасттан кейін әрине ағайын тума енді маған жазатын шығар, айтатын шығар, бірақ менің атам бұл кеңес дәуірінің адамы. Кеңес дәуірінде білесіздер, барлығы дастарханға міндетті түрде ішімдік қойылған, сол ішімдікке ол кісілер тәуелді болды. Бірақ біраз жыл мен соны қабылдай алған жоқпын, атамды. Бұл сұрақты қоймасаңдар, мен бұны айтам деп шештім. Дұрыс, әрине. Ол кісіні мен біраз жыл қабылдаған жоқпын, өйткені мен біреудің бір келінімін. Оның атамның әр қылығы маған оғаш болып көрінді. Бірақ осы кәсіпкерлікке келу жолында психологтардың кеңесі барлығын оқып жүріп, қабылдау деген сөздің мағынасын ұғындым. Мен білдім, өйткені мен біреудің бір баласына тұрмысқа шықтым. Ол жерден мен кете алмаймын. Атамның қолында мен соңына дейін тұруым қажет. Сондықтан не болса да мен атамды қабылдаймын деп шештім. Атамны қалай бар, солай қабылдап бастағанда менің шаруашылығым жүре бастады. Және ол кісінің маған деген көзқарасы
да өзгере бастады. Сондықтан қазіргі таңда әрине бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатырмыз. Қазірдің өзінде мен Астанаға кетіп қалған кезде ол кісі білемін, мені сағынып отырады, күтіп отырады. Мен келгенде барлық әңгімесін дайындап, соны маған жеткізіп отырады. Керемет. Енді үлгеру дегенде ондай бір супер бір жаңағы идеалды әйел қылып өзімді көрсетпей ақ қояйын. Әрине үлгере алмайтын үйдің шашылып жататын да тұстары ол көп болып жатады, бірақ оған да бір күнімді арнап, уақытымды арнап, ойымды жұмыстан барлығын бөліп, үйге арнап өзім жинап аламын. Мен не істеймін? Иә. Сондықтан бәрін де алып жүруге болады негізі. Өзің тағы да бағытталған кезде үйіңдегі адамдар сені түсініп бастайды. Қазірдің өзінде мысалы атам мен үй жинап жатсам, ол қоқысты төге салады. Бір тарелка тұрса, мысалы ол оны жуып тастайды. Не болмаса қарапайым таңертең екеуміз шай ішкенде менің қолымда міндетті түрде телефон болады. Өйткені жұмыстың бары телефон басылғанда ол кісі айтады, бара бер. Мен өзімді құйып ішемін, шаруаңды жаса. Болды. Жалпы бұл адамдардың арасында өзара үйлесімділік болса, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Үлгеруге болады бәрінде. Және ең бастысы жаңа айта кеттіңіз өзіңіз, қабылдау. Адамды қабылдаған сәтте барлығы жеңіл бола бастайды. Яғни жақында Америка компаниясының қыздарына мен спикер ретінде шақырды. Сонда мен осы атамды қабылдадым дегенде, ең соңында бір келіншек айтты, менің бүгінгі алған инсайтым осы ата енені қабылдау екен. Қазір менің басымда сондай процесс жүріп жатыр. Енді осыдан кейін мен де қабылдаймын деді. Демек, мен бұл подкастта мен өз отбасымның жаңағы қыр-сырын айтып беру емес, мүмкін дәл мен сияқты жүрген келіншектер болса, өзіне бір сабақ алар деген ойдамын. Күшті, ғажап. Астанада мектебіңіз бар екен, білеміз. Оған да бір 3-4 ай болған сияқты, жарты жыл болып қалды. Жарты жыл, 6 ай. Қыркүйектен бастадық. Менің көзқарасым білмеймін енді. Астанада ашу оңай болған жоқ па Ақтөбеге қарағанда? Ақтөбеден бірінші тәжірибе бар. Кезінде арай мен 3 баламен бастадым ғой Ақтөбеден. Бір кабинетті алып, өзім сабақ беріп бастадым. Одан кейін қазір Аллаға шүкір команда бар менде. Команданың арқасында қазір мектеп жүріп жатыр. Бұның барлығынан өткеннен кейін маған Астанадан ашу қиын болған жоқ. Әрине әлі де бала көп емес, бірақ бір түсінгенім жаңа шүкіршілік, қанағат деген, сол бар баладан нәтиже шығарсам, маған болды деген өзіме сондай бір түсінік қалыптасты. Сондықтан Астанада бір 15 шақты оқушымен жұмыс жасап жатырмыз. Оған ешқандай да мен өкінбеймін. Бұл жердегі мақсатым осы Айсын мектебі өзге өңірлерде ашылып, қанатын кеңге жайсын деген. Ал тағы да материалдық құндылық өзі уақытымен келеді. Мен сол балалардан нәтиже шығарсам, әр ата-ана риза болса, бала біздің мектептен керегін алса, қалғанын төбедегі кісі жеткізеді. Бұйырса, иә. Сан емес, сапа дейсіз ғой, басты. Айсын радиожурналистика мектебінің негізгі мақсаты. Жетістіктеріңіз, былтыр оқушыларыңыз ұбт-ға грантқа тегін өтті. Жетістіктер әрине Айсын мектебінде біршама бар. Оның барлығы уақыт өте келе көбірек нәтижесін беріп жатыр. Осы күні кеше бір оқушымыз осы видео подкасттан жас тілші форумына қатысқалы отыр Алматы қаласына. Үздіктердің қатарынан табылып отыр. Бұл соңғы жаңалық. Оның алдында үлкен байқауларда өзіңді білесің, бас жүлде алып жүр біздің балалар. Және бір ауыз толтырып айтарлығы, өткен жылы 3 оқушымыз Айсын мектебін аяқтап, Еуразия университетіне және Әл-Фараби университетіне, журналистика факультетіне грантқа түсті. Және Астана қаласындағы сол 2 оқушымыз біздің Астанадағы мектептің қазір үздік мұғалімдеріне айналды. Солар сабақ береді қазір. Бұл үлкен жетістік. Яғни Айсын мектебі ары қарай өздерінің оқушыларын жұмысқа алып, қызметпен қамтамасыз етеді. Қарамағыңызда қанша адам бар қазір? Қазірдің өзінде қарамағымызда 10-нан асады. Тіпті біздің белсенді, білікті оқушымыз Кариева Еркеназ, 10-шы сыныптың оқушысы ғой. Қазір көркем сөзден сабақ беріп жүр. Өзі, оқытушылық қызметке бет бұрды. Айына еңбекақысын алып тұрады. Керемет. Қалай бастадыңыз, менің де есімде өзіңіз. Өзің куә болдың ғой, қалай басталғанын көрді. Қалай болады екен, бірақ бастамасам болмайды деген де есімде сөздеріңіз болған. Ол пандемиядан кейін келген ғой, негізі пандемия, мен айтам,
көп адамдарға әрине өмірден біраз азаматшалар өтіп кетті, дегенмен тірі адамға ол үлкен мүмкіндік берді. Жаңа бастамаға жол ашты. Сол пандемиядан кейін енді не істеймін дегенде осы балаларды оқыту ойы келіп солай бастадық. Және мен осыншама масштабқа шығамын деп ойлаған жоқпын, бастап көрем дедім, бірақ ол әрекет берекетін беріп жатыр Арай. Кейде мен ойлаймын, Арай, әсіресе мен көбінесе өзің білесің, біздің ортақ досымыз Ақтілекпен сырласып тұрамын ғой, жасы біраз кіші болса да, Ақтілекке айтамын, Ақтілек, мен осы өмірді қайтадан бастап жатқан сияқтымын деп. Өйткені мысалы ауыл баласы, біз ауылда болғанда мен мықты қиялы бала болдым, шарбақтың жанында жүріп өзімен өзім бір қаланы елестетіп, анау сол кезде әнші балапан, сиқырлы қазан деген байқауларды тек қана телеарнадан көреміз, сол жерге бару арманым еді, сол жерді көрсем деп. Ал қазір мен осы оқушыларымды сол үлкен байқауға апарғанда өзімнің орындалмай қалған кішкентай Айсынның арманын орындап жатқан сияқтымын. Сол балалармен бірге қуанып, сол балалармен бірге ләззат аламын. Сондықтан бұл әр балаға мүмкіндік, оның өсуіне, дамуына, және ата-ана тарапынан жақсы пікірлер келіп жатады. Бұрын балам дұрыс сөйлемейтін еді, қазір мектептегі іс-шараларда жүргізуші болып жатыр, ән айтып жатыр деген, осының өзі мені әр күн сайын шабыттандырады. Әр баланың ашылуы, ортада өзін еркін ұстауы, сөйлеуі, ол үлкен жетістік. Ол журналист болар болмас, бірақ тұлға болып қалыптасуына жалпы өмірде қажет, өмірде міндетті түрде керек. Қазіргі қоғамдағы әйелдердің рөлі жайында не айтар едіңіз? Енді қазақтың бір мақалы бар ғой, әйел бастаған көш оңбайды деп айтып жатады. Әрине ер азаматтың рөлі ол бір саты жоғары, мен ол қағидада қаламын, пікірімді өзгертпеймін, азамат ретінде болу қажет. Бірақ қазір ашықтық қой барлығы. Біз сонау тас дәуірінде өмір сүріп жатқан жоқпыз әйелдер. Біз қолымыздан не келеді, соны жасау керек деп ойлаймын. Және өмір бір-ақ рет беріледі. Мен соңғы кезде адамдарға қоятын сұрағым, сіз арманыңызды орындадыңыз ба деп. Әсіресе мынау 50-ді еңсерген, 40-тан асқан келіншектерге. Сонда көбінің айтатыны, ол кезде мүмкіндік болған жоқ, менің арманым орындалған жоқ дейді. Мен ойлаймын, адам баласы өмірге келгеннен кейін сол арманды орындаған дұрыс сияқты. Ең болмаса соның жолында бағытталған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан қазір қоғамда жақсы, келіншектерде дамушылық бар, барлығы бір нәрсені үйренсем, білсін дейді. Неге? Өйткені әйел тыныш болғанда отбасында береке болады. Әйел сауатты, білімді болған кезде оның балалары да сол жолды таңдайды. Мысалы, бүгінде мен той саласында жүрсем, 2 ұлым дәл солай той саласында жүр. Мен оларды той саласына жетектеп апарған жоқпын. Ол қазір үлгі алып, көшіріп тұр деп мен ойлаймын. Рас айтасыз, бала ата-ананың айнасы дейді. Ата-ана, әсіресе анасы қаншалықты сауатты, жан-жақты және өзіне сенімді болған жағдайда баласы да сол ізін қуады ата-анасының. Айсын ханым, жалпы осындай кәсіпті алып жүруде, осындай жобаны алып жүруде бір ер адамның бойындағыдай мықтылық керек деп ойлаймын, батылдық керек. Сондай мықтылықпен бірге нәзіктікті қалай қатар алып жүруге болады? Әйелдік нәзіктікті жоғалтып алмай. Өте дұрыс сұрақ, Арай. Бұл кезеңнің барлығынан мен өттім. Әсіресе осыдан 2 жыл бұрын мынау мектептің филиалдарын ашамын деп жүгіріп жүрген кезде кейде өзіме сұрақ қоятын едім. Мен әйелмін бе, еркекпін бе деген сұрақ қойдым. Қазір киімнің де стилі өзгерді ғой. Аяғымызға кроссовка киіп аламыз, басымызға ыңғайлы шапканы киіп аламыз, шалбар киіп аламыз, солай жүгіріп жүрдік. Сонда бір күні өзіме сұрақ қойдым. Жоқ, бұлай болмайды. Мен дәл осы стильде киіне берсем, мен тіпті өзімнің әйелдік энергиямды жоғалтып алуым мүмкін деп. Қазір байқасаң, соңғы жыл жарымда мен мүлде шалбар киемеймін, тек қана көйлек киемін. Ал егер енді кәсіп жасау үшін ерлердің энергиясы да қажет. Өйткені ол нәзік әйел үлкен кәсіпті жасай алмайды. Ол бір. Сондықтан баланс дейді ғой қазір, тепе-теңдік. Тепе-теңдікте ұстап тұру керек. Азаматының қасында нәзікте болу керек. Өйткені біз энергияны кімнен аламыз? Энергияны қасымыздағы азаматымыздан аламыз, сол кісінің қолдауынан аламыз, сол кісінің жылулығынан аламыз. Сондықтан екеуі де бар деп мен ойлаймын. Бәрі өзімізге байланысты ғой. Жақсы.
келесі маған қызық болып тұрғаны, Айсын ханым, өзіңізден үлгі алып кеңес алғысы келетін әйел адамдар бар ма? Келіп алдыңызға келіп, мен де сіз сияқты болғым келеді, қалай бастадыңыз? Және соңғы кеше айттыңыз ғой, өмір 40-та басталады деп, оны көрген қаншама әйелдер бір ой салған шығарсыз, иә? Сол жайлы айта кетсеңіз. Иә, енді директке келетін хаттар бар, әсіресе өзімнің айналамдағы әпке сіңлілерім сияқты жүргіміз келеді, әсіресе мына баламен үйде отырады, сонда айтамын, әр нәрсе өзінің уақытымен келеді, сендер асықпаңдар, дәл қазіргі сіздердің атқаратын миссияларыңыз өмірге әкелген ұрпақтарыңызды жетілдіру, әсіресе оның барлығы өзінің уақытымен келеді. Екіншіден, жақында сол сториске салдым ғой, өмір 40-тан кейін басталады, адам қалауын орындау керек дегенде бір келіншек жазған, менің жасым 40-та, мен өз мамандығым бойынша жұмыс жасайын десем, қазір еш жерге жұмыс қалмайды, жасым келмейді деп айтып жатыр, бұл қалай деген сұрақ. Сосын мен ол кісіге сұрақ қойдым, сіз жалпы өз мамандығыңызды жақсы көресіз бе? Оған сол нені жақсы көресіз, соған қарай бағытталыңыз. Ең бірінші ниет етіңіз, одан кейін әрекет етіңіз. Қаншама қазір курстар бар. Иә, енді мемлекеттік мектепте ол салада жұмыс жасай алмасаңыз да, бір қысқа курстарды оқып алып, 3-4 баламен бастап көріңіз. Содан кейін өзіңіздің әрекетіңізге қарай жолдар ашыла береді деп. Сондықтан ондай сұрақтар болып тұрады. Алдағы Айсынның мақсаты, жоспары, арманы қандай? Енді 7 жыл ішінде бірталай белеске, жетістікке жеттіңіз. Ары қарай әлде де орындалмаған, әлде де осыны көрейінші, осыны бастайыншы деген идея, ой, мақсат бар ма? Енді мен бір үлкен мына нәрсені армандаймын, және сол арманға қатты жеткім келеді деген дәл қазір ой келіп тұрған жоқ. Қазіргі таңда араймен бір тыныштықта жүрмін негізінде. Өзіме, ішкі әлеме үңіліп, сұрақ қойып, шүкіршіліктемін. Сондықтан енді алда көре жатамын. Жалпы Айсын мектебін одан әрі жалғастыру. Таяуда Астана қаласында біз бір үздік директормен кездескенде, ол кісінің айтқаны, көп мектептер ашылып жабылады. Ал менің түсінгенім, бұл Айсын мектебінің болашағы бар деп айтты. Сондықтан алдағы уақытта, енді ол арман деп айтпай-ақ қояйын, мақсат Қазақстанның әр қаласынан осы мектептің бөлімшелерін ашу. Және Айсын балалар радиосы көлікте тыңдайтын үлкен өзіне тиесілі жиеліктерді алып, республиканың әр қаласында менің оқушыларым радиодан сайрап тұрса, нұр үстіне нұр болар еді. Бұл енді мақсат деп айтамын. Қалғаны енді өмірдің ағынымен, толқынымен бола жатар. Бастысы, басымыз аман, бауырымыз бүтін, денсаулығымыз зор болсын. Және соңғы сауал, өзіңіз сияқты, яғни 7 жыл бұрын Айсын секілді, бәрі бар сияқты, күйеуі бар, балалары бар, базалық қажеттіліктері бар, бірақ бірдеме жетіспейді. Өзін ашқысы келеді, ішінде потенциалы бар, ішінде шығармашылық бой бермей жатыр. Ол кісілерге не айтар едіңіз? Қалай, неден бастау керек, қайда бару керек? Ең бірінші, адам өзін қабылдау керек. Дәл қазіргі күйіңізде сіз қандайсыз? Барды бар деп, жоқты жоқ деп қабылдау керек. Біреудің өміріне менің түсінгенім, қызығудың қажеті жоқ екен. Өйткені ол адам сол жетістікке жету үшін қандай да бір жолдан өтті. Мүмкін сіз ол жолдан өте алмауыңыз мүмкін, сынып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан біреудің өмірі тек қана экранның ар жағында. Ең бірінші адам өзін қабылдаған кезде, мен қандай бармын, әдемі болайын, қалай бармын, солай қабылдаған кезде барлығы басқаша болады негізінде арай. Одан кейін оқу керек, кітап оқыңыз, өзіңізді дамытыңыз. Бүгін үйге баратын жолыңыз оң бағытта болса, келесте сол жақ бағытпен жүріп көріңіз. Адам бұрын жасамаған нәрсені, қарапайым айтады ғой, мына таңертеңгісін тісімізді жуғанда біз үнемі оң қолмен жуамыз ғой, сол қолмен жуып көріңіз бір күн. Шашымызды мысалы оң жағына қайыратын болсақ, екінші күні сол жағына қайырып көріңіз. Бұның барлығы кішкентай өзгерістер үлкен қадамға негіз алып барады. Сондықтан болдым, толдым деген, ол өмірді сүріп болдым деген сөз екен. Адам баласы тал бесіктен жер бесікке жеткенге дейін іздену керек, білім алу керек. Білімнің заманы, білімді, сауатты, жан-жақты ана болған жақсы ғой. Сол кезде біздің отбасымызда да тыныштық болады, айналамызда береке болады, айналамызда сізге деген ерекше құрмет болады. Тіпті қазіргі таңда айтады, менің енді
өзімнің қайын жұрт жағымнан да бұл бір үлкен бақ қой саған деген. Мхм. Бұған дейін бұл не істеп жүр деген сұрақ қойса, қазір бұл саған берілген үлкен бақ деп айтады. Мхм. Расында да енді солай шығар, әрине. Бұның барлығын жасап жатқан бір құдірет, бір жаратушының маған беріп жатқаны. Дегенмен өзімізді қабылдап үйрену керек. Мхм. Тыныштықта болу керек. Өзің біреуге ақыл айтқан оп оңай, бірақ өзіңмен жұмыстану ең қиыны. Өзіңді жеңген кезде әлем өзінің ретін қалыптастырады бірте-бірте. Мхм. Қандай керемет сөздер. Рахмет айтамыз сізге, осындай әдемі сүбелі сұхбат болып, сізден экранның ар жағында отырған қаншама біздің қыз келіншектеріміз үлгі алып, бір ой салып, өзгеріске келеді деген сеніммен қараймыз. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Толағай табыстар тілейміз. Отбасыңызға амандық тілейміз. Әмин. Бұйырса осы радионыз республикаға танымал, Байғанинен шыққан Айсын Мірсінқызы бүкіл қазақ әлеміне алғаш балалар радиосын енгізген деп, қазір менің білуімше балалар радиосы жоқ қой бізде. Жалпы Қазақстан бойынша балалар радиосы. Соның бірі, ең алғашқысы өзіңіз болыңыз деп тілеймін. Рахмет. Қасиетті Рамазан айында сондай бір қуанышты жаңалықта кездесіп, сондай сәттерде бір басымыз қосылып жүре берейік амандықта. Өзіңе де арай сәттілік тілеймін. Бұл да осы Аялдама подкастының көрермендері көп болсын, сұраныс көп болсын. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырып отырыңыздар. Негізі бұл да Ақтөбеге ең алғаш подкаст алып келген өзің арай. Сондықтан осы жобаң үшін қуаныштымын. Толағай табыстар тілеймін. Бастысы амандықта жүздесейік. Осымен біздің екінші эпизодымыз аяқталды. Аялдамада аялдап қалмайық, амандықта жүздескенше.